Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың бөлімі құндылықтар. Құндылықтар, отбасылық құндылықтар, дәстүрлі құндылықтар, мемлекеттік құндылықтары деп түрлерге бөлінеді. Ал сабағымыздың тақырыбы мәтін туралы не білеміз? Оқу мақсаты мәтіннің тақырыбы және негізгі ойды анықтау. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдауды үйренетін боламыз. Бүгінгі сабақта мәтінге тән белгілерді есіңе түсіресің. Және де дұрыс құрастырылмаған мәтінді өңдейтін боламыз. Балалар, берілген суреттегі сөйлемдер суретке сәйкес келеді ме? Мұқият қараймыз. Бұл берілген сөйлем бе, мәтін бе? Жақсы, өз пікіріңді дәлелдеуге дайын болсаң, өзіңді тексер. Я, бұл сөйлемдер екен, я? Үлкендер кісілермен амандасты. Үлкенге көмек берді. Үй жануарларына қамқор болды. Құстарды қорғады. Бұлардың барлығы сөйлем. Өйткені мағыналары бір-бірімен байланысты емес. Балалар, енді мәтінді тауып көрейік. Бірінші жаттығуда берілген оқулықтағы екі бағандағы сөйлемдерге назар аударайық. Бірінші бағанда жаман адамға да жақсы көзбен қара. Нұрайға тосын сый жасадық. Күлкі көңілді көтереді. Бұл мәтін бола ала ма? Ойлан. Ендеше екінші бағанды оқып көрейік. Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы. Ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Ал балалар, бұл мәтін бола алады ма? Тамаша, сендер дұрыс таңдау жасадыңдар. Екінші бағандағы мәтін. Өйткені барлығы да Нұрай туралы айтылып тұр балалар, я? Ал бірінші бағандағы сөйлемдердің мағынасы әртүрлі болғандықтан, олар мәтін бола алмайды. Ендеше мәтіннің ережесін бірге қайталайық және жаттап алайық балалар. Мәтін дегеніміз не? Мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Жаттап алдық па? Онда келесі тапсырмаға өтейік. Мәтінді өңдеп көр. Тиын мәтінін құрастыр. Екінші жаттығуға назар аудар. Олар тиынды үнемі азықтандырып тұратын болды. Тиын саябақта тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғаға келді. Тиынның мұнысы балаларға қызық көрінді. Тиын жаңғақты тез қағып алды. Балалар, ол сөйлемдер бізде орынымен тұр ма? Жоқ, ол мәтін болу үшін сөйлемдерді өз ретімен орналастырып шығыңдар. Тамаша, егер мәтін құрап болған болсаңдар, өздеріңді тексеріп шығыңдар. Тиын саябақта тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғаға келді. Тиын жаңғақты тез қағып алды. Тиынның мұнысы балаларға қызық көрінді. Олар тиынды үнемі азықтандырып тұратын болды. Ендеше дәптерімізді ашып, тиын мәтінін қатесіз, көркем етіп дәптерімізге жазып алайық. Ал енді балалардың әрекетін бағалап көрейік. Балалар, тиынды қызықтау үшін келді. Олар тиынге қамқорлық жасады. Сендердің ойларыңша мәтін бойынша қай нұсқа дұрыс? Я, олар тиынды қызықтау үшін келді. Тиынның әрекеті оларға ұнағандықтан, келесі жолы олар азықтандырып тұруға келетін болды. Жақсы. Ендеше сөздікпен жұмыс жасайық.
Балалар, тиын сөзі екі түрлі мағынада береді екен. Бір әріптің өзгеруінен екі түрлі сөз шығады екен. Шатаспай, есімізге дұрыс жазылуын сақтап алайық. Тиын, ол жануар екен. Тиын, ақша. Ал балалар, ендеше адасқан сөйлемдерді ретке келтіріп жазайық. 4-ші жаттығуға назар аударыңдар. Бірде ол балапандарын ілестіріп, көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырғанын көрдім. Балапандары да сырғи жүзіп суға түсіп шығып жатты. Мен қызыға қарап тұрдым. Бұл жерде мәтін дұрыс берілген бе? Ойлан, егер қате болса, түзеп көр. Тамаша, ендеше өзіңді тексеріп көр. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырғанын көрдім. Бірде ол балапандарын ілестіріп, көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Балапандары да сырғи жүзіп сүңгіп шығып жатты. Мен қызыға қарап тұрдым. Сендер дұрыс таптыңдар. Сендердің ойларың менің ойыммен сәйкес келді деген ойдамын. Ал балалар, енді бүгін сабақта алған білімімізді тексеріп алайық. Тест тапсырмаларын орындап шығайық. Мәтін неше сөйлемнен тұрады? Тамаша, бірнеше сөйлемнен тұрады. Мәтіннің түрлерін белгілеңдер. Дұрыс айтасың, әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтіндері. Артық сөзді табыңдар. Жарайсың, артық сөз саябақ. Астана, Алматы, қала атаулары саябақ қала атауына жатпайды. Мәтін дегеніміз не екен? Өзара мағыналық байланыста айтылатын екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтінге ат қойыңдар. Кітап адамгершіліктің қайнар көзі, адамзаттың өмір айнасы, замана сыры, тарих шежіресі, өнер, білім, оқу, тәрбие құралы. Тамаша, мәтінге кітап деп ат қойға болады екен. Ал балалар, енді сабақты аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта сендерге не ұнады? Және де сабақта қиын болған тұстар болды ма? Бүгінгі сабақтан түсінбеген жерлерің болса, барлығын жазып шығамыз. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа тамаша қатыстыңдар. Зейіндерің ашылсын, білім алудан ешқашан шаршамаңдар. Сау болыңдар.